Қазақстан спорт елі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Қазақстан спортының дамуына үлес қосқан спорт батырлары туралы ақпараттық сағатымызды бастаймыз. Бұл ретте қазақтың Бұлғар қолғап шебері, қазақтың Қайсар ұлы, Көкжал ұлы Қанат Ислам туралы айтпақшымыз. Қанат Ислам 1984 жылы 9 қыркүйекте дүниеге келген. Қанат әлемге танымал спорт шебері. Ол Қытай Халық Республикасының Ұйғыр автономиясының Қаба ауданында дүниеге келген қазақ отбасында өмір сүріп, ең алғаш Мұрат деген ағадан спорттық жаттығуларға барып, спорттық әдіс-тәсілдерді үйреніп, 2008 жылы Бейжің олимпиадасының қола жүлдегері. Ол кезде қазақтың мықты боксері Серік Сәпиевпен кездесіп, соған жолын берген. Сосын Қанат атамекен Қазақстанға қоныс аударып, Астана Арландары клубында үздік өнер көрсетіп, сонымен қатар қазір әлем бойынша жекпе-жектерді өткізіп, талайлаған жекпе-жектердің жеңімпазы, әлі өзі жеңіліп көрмеген. 16 жекпе-жегін нокаутпен жеңген, 2 рет есеп бойынша жеңген қазақтың қас батырларының бірі. Осы Қанатымыз болашағынан әлі де үміт күттіреді. Қазақ елі Генаны қалай қолдаса, Қанатты да солай қолдайды. Қазақтың осындай қайсар ұлдары аман болсын деп аналарымыз да, аталарымыз да тілек тілеп отырады. Қанаттай ерлерімізді ұмытпайық, ұлықтайық, келешекке дәріптейік, әр жеңісіне қуанып, әр жеңісіне мақтанышпен қарайық. Қазақтың мақтанышы Қанат Ислам. Назарларыңызға рахмет.